Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Бұл YouTube арында айтылмайтын болады. Сізге қазір тек қана циклдардың 4 фазасын ғана көрсетемін, 2 сценариймен. Жалпы бірақ, яғни түсінген адамдар бұл жерде түсінеді қандай қозғалыс жасаған. Яғни екінші фаза бізде бір күннің сценарийін жазып беріп тұр. Бірақ оған подтверждение керек, яғни әр кварталдың ол жайлы қазір айтпай қойып, бірінші біз тек фокусты 90 минуттық циклға аударайық, шатаспау үшін. Енді қараңыздар, не болды енді бізде 90 минуттық циклда? Q1-ның лоуын алды, Q1 high. Көрдіңіз ғой қалай жасаған? Яғни аккумуляция манипуляциясын тағы тауып тұрсыз, манипуляция деген үшін кіре аласыз осындай развороттарда. Бірақ оған KLL керек, алда уақытта көрсетемін. И бізде кетті дальше, жоғарғы баға целдеріне. Бұл бізде вторник күні получается. Енді келесі күнге өтейік, тағы бізде уже үшінші күн. Бұл үшінші күн, среда күні бізде тағы 4-ке бөлейік күнді 6 PM-нен 6 PM-ге дейін. Енді қараңыз, жалпы бізде апталық цел ғой, Q1-ның high, Q1 low болыпты. Енді осы үшінші күн қарайтын болсақ, 4-ке бөлсек, бізде 6 сағаттық циклдар. Енді 6 сағат циклдарды қарасақ, бізде не болған жерде? XIMD болған. X аккумуляция, манипуляция жасаған. Не үшін мынау аккумуляция, мынау манипуляция санамадым десеңіз, қазір айтамын мен сізге. Осы жерде түсіндіріп беремін. Бізде қарасаңыз, бірақ мынаны тағы манипуляция жасап кеткен, хайын жасап, сосын барып кеткен. Бірақ мына жерде болады ғой, аккумуляция, манипуляция болып тұр десеңіз, қараңыз, не үшін бұлай болды? Жалпы хаймен жұмыс жасаған, бірақ бұл ликвидностьпен жұмыс жасаған, и осыны аккумуляциясын 4-ке бөлетін болсақ не істеген? AMDX. Көрдіңіз бе? Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция кетті. AMDX. Бұл өзіндік целін орындап тастады, яғни мынаны ликвидность тазартты, и өзінің ішіндік ликвидностьтарын тазартты да. Баға и сосын тағы одан кейін XIMD болды, жалпы бұл 6 сағаттық сценарий. И сол үшін қайтадан үшінші кварталында тағы манипуляция жасады. И момент қараңыз, мына жерде 4-ке бөлсек, бірақ бізде келмеді, AMDX жасамаған. И біз бұны XIMD деп алатын болсақ та, баға манипуляция жасамай, жалпы бұл орында жасамай кетіп қалды, яғни баға аккумуляциясын кезінде үлкен шорт беріп жүрді. Енді бұны AMDX деп алсақ та, XIMD десек те бізде, яғни әдем шорт подтверждение бермеген бізде, бірақ бізге. Ана жағдай болды, мына жерде өткізіп алдық, мысалы, мына квартал әдемі, шыннан, бірақ вариант бар, алда уақытта көрсем, тағы кіретін вариант бар бізде кіші кварталда немесе KLL-дар арқылы. Ал бірақ егер квартал арқылы подтверждение іздесеңіз, мына жерде өткізіп алдыңыз, мақұл AMDX деп қарадыңыз, бірақ аккумуляция хайлоуын шешілген күттіңіз, жіберіп алдыңыз. Енді не істейсіз? Үшінші кварталға ауысасыз. Яғни үшінші кварталға ауысасыз, подтверждение іздейсіз уже. Жалпы сізде өйткені не үшін іздейсіз? Сізде өйткені цель ясны болып тұр сізде. Мақсат бар, сізде бару керек. Енді дәл осыған қарайтын болсақ, 4-ке бөлеміз. Айтып тұр өзі, шорт кетеді. Q1-ның хайын тазартты. И тарс лоуына кету керек. Лоуына подтверждение берді. И дальше кетті ма? На лоуға дейін. Қалай? Жұмыс жасап тұр ма? Идеально жасап тұр. Просто бүкіл движениені айтып тұр, негізде бар ғой. Түсінсеңіз, сөйлеп тұр бұл сізге. Кәдімгідей кітап сияқты сөйлеп тұр. Главный әріптерін оқып үйренсеңіз болды сізге. Ал бұл бізде так, среда күні. Келесі күнге алсақ, четвер күнді бір разбор жасай салайық. 4-ке бөлеміз. 6 сағаттық кварталдар, 6 сағаттық 90-дар. Енді бұл бізде AMDX таза, аккумуляция, манипуляция и дистрибуция тарс кетті. Енді қараймыз. Q1 high, Q1 low. Бізде жалпы бірінші кварталы белгілеп алдық 90. Енді екінші 90-ға назар аударайық. Біз осыны 90 минут циклға бөліп 4-ке.
қараңыз. Бұл жерде бізде XAMD болған. Яғни аккумуляция, манипуляция жасаған. Енді манипуляция жасай алмаған ғой лоуды. Қараңыз, манипуляция мына жерде 390-да жасады бізде. Мына егер AMDX деп алған кезде жасамаған бізде лоуға дейін. Жасады манипуляция и дистрибуция кетті. Бірақ бір ноя. Жалпы мына лоуды кішкене алып кеткен бізде манипуляцияны тағы дистрибуцияда тазартып кеткен бізде. Дәл осылай кеткен ары қарай. Яғни полный ликвидін тазартып кеткен ғой, айтқанда астына қайтып келмеу үшін. И не істейді? Ары қарай кетті. Осы жерде егер өткізіп алсаңыз, сіз тағы 3-ші кварталға ауыстырып мақұл. 3-ші кварталдан тағы подтверждение көрейік. 4-ке бөлейік, тағы 90 минуттық циклға бөліп қарастырып көрейік. Ал қандай формация бізде AMDX аккумуляция, манипуляция тазартты Q1 лоудын. И кетті баға. Қайға қарай. И дальше уже жоғарыға үлкен цельгері кетті ғой, жалпы үлкен ликвидностьтер болып айтқанда. И осылайынан аяқталды бізде бұл апта. Ары қарай уже бізде 4-ші күн, яғни 5-ші күн, бұл бізде жұма күні. Жұма күнді қарасақ, қараңыз. Мына жерде бізде 90 минутқа бөліпсек, қазір бізде 6 сағат, мына үлкендер 90 минутқа бөлдік XAMD. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция кетті. Тағынан бөліп 4-ке. AMDX. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Көрдіңіз бе? Каждый импульс коррекциясын түсінесіз осы арқылы. Сеніңізші маған жасап көріңіз өзіңіз бэктест рыноктан. Дәл осылай жүрген баға. Енді қараңыздар. Мен сіздерге қазір шынайы уақытпен көрсетейінші осыны. Бүгінгі күн бізде среда күні екен. Среда күні бүгін. Жалпы дәл осымен бүгінгі күнді 4-ке бөліп қарай салайық, не болып жатқан. Мен сізге қазір настоящий уақытпен жасап көрсетемін. Қалай жұмыс жасайтынын көресіз. Және мен өзім сделкада отырмын осы жерде. Соңында көрсететін боламын. Разбор жасаймын бір жағынан. Қараңыз, бүгінгі күн қалай болды. Жалпы қарайтын болсақ, үлкен негізі аптамен негізі понимание бар, бірақ мен оны қазір жасап деп тұрған жоқ. Жай күнмен көрсетейін қысқа болу үшін. Негізі үлкен понимание жатыр бұл жерде. Так, аккумуляция, манипуляция жасады жалпы, бүгінгі күнде ғой, бұл айтқанда. Так, 15 минутқа өтейік. Q1 тазартты бізде. Q1 high бар бізде, Енді қараңыздар, не болған енді осы жерде. 5 минутқа өтейік. Q1 high, Q1 low тазартты бізде, яғни подтверждениені күту керек, біз лонгқа беретін баға не істейді сосын. Біз уже 90 минут циклға кірейік. 90 минут цикл нет. AMDX аккумуляция, манипуляция и дистрибуция кетті. Енді қазір бізде 3-ші квартал, дистрибуция кварталы. Енді қараңыз, мен не істеймін? 15 минуттан осылай AMDX көрдім. Жалпы подтверждение тағы лонг берді. И мен K-level бар. Классикалық бар деген. Осы жерден кірем. Дәл осылай. Кірдім мен зілкей. Тек менде Q1 high. Қазір дәл осылай жүр айналасында, яғни. Қарайсыз, көріңіздер, осы текке барады, мен осыны ойлап тұрмын. Текті күтіп. Сделкада әлі отырмын. Менің сделкам без убытокта тұр, яғни. Менің сделкам мына жерде буда тұр. Яғни баға осы жерге келетін болса, мен аз-маз ақшамен шығып кетемін текпен. Тек емес, яғни стоппен. Бірақ плюсқа қаламын, Не үшін? Өйткені мен ұшынан кіргендіктен сделкаға всегда. Мен смысл жоқ, яғни мен стопқа дейін сделкамды до конца ұстауға. Сол үшін мен қазір дәл осы сделкада отырмын. Қазір мен сізге суретін көрсетейін. Сделка ашқан. Ол мүмкіндік болса. Так, енді қараңыздар, телеграмда ақша салайын осы жерге. Осындай сделка болды. Яғни дәл бағана 91 деген жерден кірілді. Стоп без убыток тұр. Тегім менде 63 онда, Қазір болып жатқан ситуация. Осыны көреміз.
сіздер қазір лайв форматта сделкамда куә боласыздар қалай жабылып ашылғанын. Жалпы бүгінге сабақ осымен аяқталады. Келесі кездескенше.